Саяси қуғын-сүргін және Абай шығармашылығын зерттеу. Бұл тұлғаның есімімен көшелер мен ауылдар аталып кетті. Оның шығармалары дүниежүзілік әдебиетінің классикасына айналды. Абай Құнанбаев қазақ ақыны, философ, композитор, ағартушы, ойшыл, қоғам қайраткері, қазақ және әдебиеттің негізгі қалаушы және оның алғашқы классигі. Абай ақыл, ғылым, ерік деп аталатын қоғамның прогрессивті дамуын ұмтылысы болып, оның шығармашылығының басты бағыттарын игерді. Басқару мәселелерінде демократикалық ұстанымдарын сақтады. Халықтың өмірін жасарту жолдарын ең алдымен қоғамның экономикалық негізін өзгеруінен көрді. Қазақтардың прогрессивті дамуы егіншіліктің, қолөнердің және сауданың дамуымен байланыстылығын көрді. Барлық халықтар үшін бейбітшілік пен өзара түсіністігін қажеттілігін мойындай отырып, тек осы жағдайлар қоғамның қозғаушы күштері, ғылым, озық идеялар, мәдениет толғаммен дами алады деп есептеді. Абай Құнанбаев поэзияда жанашыл ретінде танымал, ол 6-8 өлеңді қолданған қазақ арасындағы алғашқы ақынның бірі болды. Ол қазақ әдебиетінде тұңғыш рет ақын мен поэзияның мақсаты туралы поэтикалық туындыларын шығарды. Абай өте қиын және аласапырын заманда өмір сүрді, бірақ ол дәл осы кезінде ұлттық реалистік әдебиетінде Абай Құнанбаевқа келді. Қазақстанның көптеген көрнекті тұлғалары Абай Құнанбаев мұрасының оның шығармашылығын зерттеумен айналысқан, ал кейбіреулері саяси себептермен қуғын-сүргінге ұшыраған. Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармаларын зерттеудің бастамасында және сол кездері қуғын-сүргінге ұшыраған зиялы қауымдардың көрнекті өкілдері ерекше атап өтуге қажет. Олар Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Ілияс Жансүгіровтер болды. Кейін Абай мұрасын зерттеу эстафетасын Мұхтар Әуезов, Қайым Мұхамедханов жинады. Кейін Абайдың әдеби мектебі туралы ғылыми еңбегі үшін қуғындалды. 20 ғасырдың 30 жылдардың басында қуғын-сүргінге ұшыраған Шәкәрім Құдайбердиевті Абайдың туысы, жиені мен мұрагері айтпасқа болмайды. Долинка кентіндегі саяси қуғын-сүргін құрбандарын есте сақтау мұражайының көрме залдарында Қазақстанның шығармашылық және саяси интеллигенцияларын жоғарыда көрсетілген өкілді туралы ақпараттар ілінген екен. Шәкәрім Құдайбердиев дарынды қазақ ақыны, гуманист, философ және де Абай Құнанбаевтың ізбасары. 1931 жылы 2 қазанда 73 жасында Шәкәрімге кулак бай элементтерінің байланысы бар деп айып тағылды. Атылып кетеді. 1978 жылы ақталып шығарылды. Әлихан Бөкейханов қазақ қоғам қайраткері, ұстаз, журналист, этнограф, Алаш партиясының жетекшілігінің бірі болған. Ол Абайдың алғашқы өмірбаяны болды. Оның Абай Құнанбаев атты мақаласы қазақ халқының ескерткіш шығармашылығын сипаттамаларының байланыстылығын 1905 жылы Семипалатинский листок газетінде жарияланды. Содан кейін Абайдың портретімен бірге 1907 жылы Императорлық орыс географиялық қоғамның батыс Сібір бөлімінің Семей бөлімшесінің жазбалары атты журналында жарыққа шықты. 1937 жылы тамызында қамауға алынып және Бутырка түрмесінде қамалды. 1937 жылы 27 қыркүйекте соттан кейін тұтқындалып кетеді. Әскери коллегия Бөкейхановты өлім жазасына кесті. Оған революцияға қарсы іс-қимыл жасады деп айып тағылды. 1989 жылы 16 мамырда ақталып шықты. Ахмет Байтұрсынов қазақ қоғам және мемлекет қайраткері, лингвист, ғалым. Қазақстанда ұлт ұстазы деген атқа ие болды. 1913 жылы Қазақ газетінің 3 санында Ахмет Байтұрсыновты Қазақстанның бас ақыны атты көлемді мақаласын жарыққа көрді. Онда ол алғашқы рет Абайдың өз заманына ең үлкен кезеңі деп атады. Поэзияның тереңдігін, тақырыптың кеңдігін нақтылауды ерекше шеберлікпен түсіндірді. Ақынның орыс әдебиетімен байланысы және Абай шығармашылығының эстетикалық маңызын ашады. 1929 жылы маусымда Байтұрсынов ұлтшылдық үшін айыпталып тұтқындалды. Өлім жазасына кесілді, жаза 10 жылға ауыстырылды. 1937 жылдың қазан айында оны қайтадан тұтқындап, 1937 жылы 8 желтоқсанда атылып кетеді. 1987 жылы 4 қарашада ақталып шығады. Міржақып Дулатов қазақ ақыны, жазушы, Алаш орда үкіметінің жетекшілігінің бірі болған. Абай тану ғылымының қалыптасуына елеулі үлес қосты.
1914 жылы түркітанушы Владимир Гордалевскийдің шығыс жинағында жариялау үшін қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Абай Құнанбаев пенен Міржақып Дулатовты шығармашылығын таңдап алды. 1928 жылы 29 желтоқсанда оны ішкі істер халық комиссариатының ұлтшылдық айыппен тұтқындады. Міржақып Дулатов өлім жазасына кесіліп, 10 жылға түрмеден ауыстырылды. 1935 жылы 5 қазанда Міржақып Дулатов Соловкада қайтыс болады. 1988 жылы ақталып шығып, ол қазіргі қазақ әдебиетінің бастаушысы ретінде танылды. Ілияс Жансүгіров, қазақ ақыны, қазақ әдебиетінің классигі, Қазақстан жазушылар одағының алғашқы төрағасы. Ол ұлттық ақынның мәдениетінің дамуына үлес қосып, Қазақстанның ауыз әдебиетіне мен Абай Құнанбаевтың поэзиясының дәстүрлі шығармашылығымен дамыды. 1937 жылы Жансүгіров саяси айыппен тұтқындалды. 1938 жылы 26 ақпанда оны тройка үкімімен атып өлтірді. Ілияс Жансүгіров қамалғаннан кейін оның шығармашылығына түбегейлі тыйым салынды. 1957 жылы ол ақталып шықты. Мұхтар Әуезов кеңестік және қазақ жазушы, драматург және ғалым, Ленин және Сталин сыйлықтарының лауреаты болған. Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, Қазақстан жазушыларының одағының төрағасы. Оның 2 томдық Абай жолы романы әлем әдебиеті кітапханасына енген. 1930 жылы 16 қыркүйекте қамауға алынып, оған бір қатар айыптар тағылды. 2 жыл тергеуде болды. 1945 жылы Абайдың 100-ші мерейтойы жылында Әуезов Абай операсының либретториясында Абай әндері көркем фильм сценарийін, Абай өмірбаянының жаңа нұсқасын және сол бірнеше мақалаларын жарыққа шығарғанын байқады. Мәскеуде алғашқы Абай кітабы танылды. Әуезов еңбек Қызыл ту орденімен марапатталды. 1947 жылы екінші кітабы Абай қазақ тілінде, 1948 жылы екеуі де орыс тілінде жарыққа шығады. 1947 жылы Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің Қазақ КСР ғылым академиясының тілі және әдебиет институтының жұмысшыларында өрескел саяси қателіктер туралы қаулы шығарылып, қудалау басталды. Алайда бұл Мұхтар Әуезовті Абай романы үшін 1948 жылы Сталиндік сыйлығының лауреатына марапатына кедергі болмады. Ол кейінірек Абай жолы эпосының алғашқы бөлігін болатын сенді. 1952 жылы Правда газетінде Әуезовті азаматтық қырғылығы жоқ деп айыптады. Содан кейін 1953 жылы профессор академик Мұхтар Әуезов университеттің буржуазиялық ұлтшылдық қателіктері үшін шығарылып, қамауға алынбау үшін Мәскеуге жасырын түрде кетуге мәжбүр болды. 1954 жылы Мәскеуде ол Абай жолы тетралогиясын аяқтады. Кәсіподақтар күйінің колонна залында өткен жиналыста Абайдың шығармашылық туралы баяндама жасады және Алматыға қайтып оралды да ол барлық лауазымдарға қайта қабылданды. 1958 жылы Мәскеудегі қазақ 10 жылдығының күндерінің көпшілігінің назарында Мұхтар Әуезовтың орыс тілінде Абай жолы 2 томдық романы аударылды. 1959 жылы Мұхтар Әуезов Абай жолы идеологиясы үшін Лениндік сыйлыққа ие болды. Қай Мұхамедханов көрнекті ғалым, Абай тану ғылымының негізін зерттеушісі болса да, қоғам қайраткері, жазушы болған. Семейдегі Абай мұражайының негізгі қалаушысы болды. 1951 жылы 7 сәуірде Абайдың әдеби мектебі диссертациясын қорғап, ел тарихында маңызды оқиғасына айналды. Диссертация қорғалды, бірақ қорғаушыдан басталған мұғалім мен оқушыға Әуезов пен Мұхамедхановқа жасалған шабуылдар абайтану туралы пікірталаста, содан кейін баспасөздегі тапсырыс берген мақалаларда жалғасты. Содан кейін Мұхамедхановтың Абай музейінің директоры босатқаннан кейін университеттің оқытушысы қызметіне ауыстырылды. Карлакта 1951 жылы 1 желтоқсанда қамауға алынып, ішкі істер халық комиссариатының түрмесіне тығылды. Жаза 25 жылға дейін ұзартылды. Қиындықтар мен қиыншылықтар қайымды бұзбады. Абай мектебі бар деп, ғылым өзінің ғылыми идеяларын тастамай, Абай мектебін ұстады. 1955 жыл ол ақталып шықты. Разве не должен мертвый яглиной стать? Буйная речь должна девой чинной стать. Сердце мое, где бой, гнев и страсть вели, вскоре, увы, должно хрупкой льдиной стать.
Близок тот день, как мне предсудьбиной стать. Может, медлит смерть, может, лавиной стать. Трудно ли сердце, конской прыти твоей, жертвой толков злых вслед за кончиной стать? Стану немым я, не прогремлю опять. Внукам судить меня, что с потомства взять? Кровь моя черна, в язвах сердце мое. Дважды нас в одном можно ли обвинять?